Assalamu alaikum көрермендер. Мен бүгін сіздерге потолокқа гипсокартоннан қалай дизайн жасау керек, яғни хаус жасауды көрсететін болам. Нөлден бастап мінекей потологымызды 15 сантиметрдей төменге түсіріп белгілеп аламыз бір бұрышына. Бір бұрышын осындай уровеньмен сызып белгілейміз. Енді осы бір бұрышынан қалған тағы 3 бұрышына гидроуровеньмен атып аламыз. Ондай белгілеп аламыз. Барлығы бір деңгейде осындай белгіленеді 4 бұрышы да. Мінекей көрдіңіздер. 4 бұрышында осындай белгілеп сызып алдық. Енді оның мынандай арнайы құрал сайманы бар, мынандай жіптен осыны өстіп сызып аламыз. Мінекей сызып алдық. Құрметті көрермендер, менің кейінгі пайдалы видеоларымды өткізе алмау үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сызып алған жерімізге мынандай направляющийді шегеменен, яғни мынандай 120-алық жүздік шегеменен сызған жерімізге орнатып шығамыз. Мінекей құрметті көрермендер, жаңағы сызған жерімізге направляющийімізді осындай алып шегемен қағып шығамыз. Өйткені бетон қабырға емес, бұл балшықтан тұрғызылған қабырғаға осындай қылып шегеменен ұстатқан дұрыс. Мінекей құрметті көрермендер, айналдыра осындай қылып қағып шықтық, барлық жеріне орнатып алдық. Енді 60 сантиметрдей қылып 4 бұрышына да осындай белгі қойып аламыз, сызып, өлшеп. Жаңағы өлшеп сызып алған жерімізге 60 сантиметр. Мінекей 4 бұрышына осындай белгілеп аламыз, 4 жағында. Белгілеп алған жерімізге шұрып қатырып аламыз 60 сантиметрдің бас жағына. Осыған жилкімізді тартып аламыз осындай қылып. Дуалға қағылған направляющийдің деңгейімен бірдей қылып осындай жіп тартып аламыз. Сол жаңа тартқан жібіміздің тұсынан направляющийді осындай қылып балкімізге қатырып шығамыз. Мінекей қатырып шықтық. Енді жіптің
Boyu менен мында астынан жаңа қабырғаға қалған направляющийдің тұсынан осындай қылып қатырып аламыз. Мінекей арасына осындай бір бөлігін кесіп алып, осында қойып, жібімізбенен, тартқан жібімізбен бір деңгейде осылай қатырып шығамыз. Қатырып шықтық. Енді көлденеңіне 60 сантиметрді белгілеп, профилімізді кесіп алып, осылайына қатырып аламыз. Екі профилдің арасын осындай профилменен кесіп, қатырып аламыз. Мінекей құрметті көрермендер, хаусымыздың қорабы дайын болды. Мінекей осындай қылып қорап жасап шығамыз. Айналдыра. Мінекей көрдіңіз бе, мен осындай көріністе қорабымыз дайын болды. Енді қорабымыздың бетіне өлшеп, мындай қылып гипсокартоннан кесіп, мындай орнатып шығамыз, айналдыра. Төрт бұрышына да осындай кесіп алып, айналдырып, қатырып шығамыз бетіне. Мінекей құрметті көрермендер, айналдыра қорабымыздың бет жағынан осындай қылып қатырып шықтық. Жаңа қатырып шыққан гипсокартонның бетіне мынандай қылып направляющийімізді өлшеп қатырып аламыз тағы да. Бұл направляющийімізді 8 сантиметрге қатырып алдық. Енді екі жағын 40 сантиметрден осында белгілеп аламыз. Осындай 40 сантиметрден белгі қойып шығамыз. Мінекей жаңағы 40 сантиметрден белгілеп алған жерімізге тұсынан директоратымызды осындай қатырып шығамыз. 40 сантиметрден белгілеп алдық арасын балкамыздың.
Hurmatli ko'ruvchilar, osындай qilib hausumuzun işin жаңағы belgilegan yerimizge profilimizni қатырып шығамыз osындай qilib. Мінеки profilimizді қатырып алдық, haustың işi bitті. Osындай көріністе болады. Endi осы haustың işine, özümüzün işine gipsokardonды орнатып шығамыз. Mega hurmatli ko'rarmanlar, patologimiz dayım bo'ldi. Ne osындай ko'rinishda. Patologimizin dizayni osындай bo'lib chiqdi. Men keyingi foydali ari qiziqdi videomni o'tkazib olmoq uchun kanalimga kirib, like bosib, qo'ng'iroqchani bosib ketingizlar.